Өзінде аузымыз беріп ораза ұстаймыз. Кешкі ауызашар уақытына дейін, сәресіден бастап кешкі ауызашар уақытына дейінгі уақытта адамның дұға тілегін Алла Тағала қабыл етеді екен. Түндерінде қасиетті болғандықтан Алла Тағала түндерде де жасаған дұға тілекті қабыл етеді екен. Хадистің жалғасында «Уәл-имамул адилу» әділ басшы, Құдайдан қорқатын басшының Алла Тағала дұғасын қабыл етеді екен. «Уәдағватул мағлум» зұлымдық көрген адамның, мазлум адамның, біреуден зұлымдық көрген адамның дұғасын Алла Тағала қабыл етеді екен. Бұл хадис имам Тирмизидің Сунан кітабында риуаят етілген. Хадисте сәжде уақытында дұғаны қабыл ететіндігін былай деп келеді. «Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akbiru ad-du'a». Пенденің Раббысына ең жақын болатын уақыты бұл маңдайымызды сәждеге қойып, Алла Тағалаға ішіміздегі